кеңестік кезеңнен қалған мына қол арасы білектей бұтақтан тартып, жазсаң құшағың жетпейтін ағаштарды үзіп түсуге қауқарлы. Бірақ осы ара біздің бүгінгі бейтаныс кейіпкеріміз Жеңісбек Қадырұлымен көптен бері алысып келеді. Ассалаумағалейкум. Осы ара сіздің денеңізден қалай өтпейді? Бұның сыры неде? Бұның сыры енді кезінде ата-бабамыз Көбеген деген батыр болыпты. Сол кісі өзінің батырлығын дәлелдеп 280 килограмм тасты кеудесіне дейін көтерген екен. Жалпы сол кісіден тараған ұрпақ Ақтай, Бозтай деген аталарымыз аю жарыпты деген аңыз бар. Сондықтан да сол бабалардың, аталарымыздың жұрнағымыз, сынығымыз сол өнерді жалғастырып осы араны бірде отын кесем, бірде өзім жатам, бірақ денеме кірмейді, қан шығармайды. Баянауылдық батырдың жасы 40-тың 5-еуінде. Өзі шәкірт тәрбиелеумен айналысады. Қазір мына қол арасын біріктіріп, өнерінің бір бөлігін көрсетпек. Қадірменді көрермен, өздеріңіз көріп байқағандай, қол арасын осында қалыпқа келтіріп алдық. Бұл араны қазір жерге қоямыз. Оның үстіне бейтаныс кейіпкеріміз Жеңісбек Қадырұлы арқасын қойып жататын болады. Ал мен кейіпкердің үстіне шығамын. Бұл ара, жаңа сіздер көріп байқадыңыздар, ағаштың өзін кесіп түсіп жатты. Ал енді мен ағамыздың үстіне аяғымды қоятын боламын. Дәл осы өнерімен омбылықтарды таң қылған. Өткір ара жүзіне жатып, үстінен 10 адамды өткізіпті. Ал денесінде сызат қалмаған. Тек бір ғана мына ара емес, бұдан бөлек, мынау өздеріңіз көріп тұрған қанжарлардың да өнерін бүгін тамашалаймыз. Мінекей өткірлігін өздеріңіз байқап тұрсыздар. Енді осы пышақпен біздің кейіпкеріміз өз денесін дәл осылай кесетін болады. Бұл пышақтар арнайы жасалған деген ойда қалуыңыз мүмкін. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын телевизиялық бір байқауға шақырту алған Жеңісбек қолданып жүрген ас үй пышақтарын алып барған. Содан бері осы пышақтармен өнер көрсетіп келеді екен. Біздің бейтаныс кейіпкердің өнерлері таусылар емес. Жаңа пышақпен жасаған өнерін көрдік, арамен жасаған өнерін көрдік. Жаңа араның үстіне жатқан болса, енді мына қол арасымен өзін аралайтын болады. Мынау сынақ үшін жасалған дүние. Жеңісбектің арманы Гиннес рекордтар кітабына еніп, Қазақстанды әлемге таныту. Осындай қызықты да қатерлі өнерді 25 жылдан бері жанына серік етіп келеді. Біздің көрермендерге қызық. Мына пышақ неге ғана сіздің үстіңізден өтпейді мынау? 12 жасымда ұйықтап жатқан кезінде жас шағымда түс көрген, сол түсімде аян беріп еді. Осы сенің денеңнен пышақ кессе өтпейді деп. Содан кейін сол түсімді анам айтқан болатынды, анам айтты. Тегінде бар ғой тектілік, түбінде бір жігіттігіңді көрсететін шығарсын деген. Сол арманым орындалып, осы пышақпенен денемді кесіп, ақырын үйрендім. Расында мінекей сол бір армандаған арман түс шыңға айналып, осындай жетістікке жетіп отырмын. Лақабаты темір адам болып кеткен Жеңісбек Қадырұлының мұнан өзге 16 келілік кіртасын шынашағы мен 32 келілік кіртасын тісімен де көтеретін өнерлері бар. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай пышақпенен бағана денемді кесіп көрсеттім. Енді алақанымды кесіп көрсетейін. Алақанды да менің пышақ кеспейтініне қазір өздеріңіз куә боласыздар. Осылай алақанды да өткір пышақпенен барынша кесіп көрсетеміз. Мінекей қадірменді көрермен көргендеріңіздей алақанда із қалды, бірақ ешқандай қан шыққан жоқ, ешқандай тілінген жоқ. Бұл өнердің барлығын үй жағдайында жасауға кеңес бермейміз. Күлі Боян Алматы.